Қазақтардың бір жерге жиналмай, тұс-тұсқа бытырай жөнелгеніне көріністе күйінгендей көрінген Мабуфаң іштей қатты қуанды. Әсіресе Елісханның ана жолы жасақ топтап берсеңіз деген сөзі ішін түйнеп жүретін еді. Ол жасақты топтап алып, шыңш саймен соғысты дейік. Оны жеңсе, Мабуфаңға не пайда бар? Қайта көршілес өлкені тыныштандыру үшін Жанкайшы мырза бәрібір өзін жұмсауы әбден мүмкін. Мүбәда жеңіліп қалса қайта келіп мұның қолтығына тығылады. Жай ғана тығыла салмайды. Мұсылман бола тұра маған көмек көрсетпедің, сол себепті жеңіліп қалдым деп ызалана, долдана келеді. Тіпті жауығады. Сөйтіп өзі жасақтап берген қосын өзіне қастық сайлайды. Қазақтардың бытырай қоныстануын олардың күшінің әлсірегені деп білді. Ендігі мәселе олардың астындағы атын, қолындағы қаруын алу екенін де тез аңғарды. Мабуфаң аттандырған шабармандар ең әуелі тұс-тұсқа шауып, елдің санақ тізімін алды. Қай жерде қанша түтін отыр, олар кімдер, кімде қанша мал, қанша жан бар, қаншасында қару бар, осының бәрін қағазға түсірді. Дәл осы кезде бір-біріне жау болып келген Гаминдаң аталатын қара Қытай мен Компартия туын көтерген қызыл Қытайлар ымыраға келіп, Жапонға бірлікте қарсы тұру науқанын көтерген еді. Бұл үндеу Мабуфаңның қазақтардың қол аяғын қырқуына жақсы орай жаратты. Қазір Жапон басқыншыларына қарсы соғыс кезеңі. Әскери ат төтенше қажет. Сондықтан үкімет қазақтардың атын жоғары бағада сатып алады деген желеумен қазақ ауылдарының мініс аттарын қидай сыпырды. Ол елдің қолындағы атын алу арқылы бір оқпен екі қоян атты. Атап айтқанда, Шыңжаңдағы мұсылман халықтарды азғырып, көп жұртты өзіне көшіріп алды деген жаладан аулақ болу үшін өзінен жоғарғы ұлықтарға қашқын қазақтарды жазалау үшін атын сыпырып алып, олардың бұлап талауының, жалғасты дүрбелең тудыруының алдын алдым деген мәлімет берді. Осы арқылы бір жағынан Жанкайшы тобындағыларға жақса, екінші жағынан қазақтарды. Сендерден алынған аттардың басым көпшілігі Жапонға қарсы соғысқа көмекке жіберілсе, бір бөлімі мұсылман қарулы күштерін топтап, кәпірлерден қорғануымыз үшін пайдаланылады деп алдаусыратты. Анығында, осы аттар арқылы өз жасағын барынша бекемдеп, ішкі сыртқы жаулардан сақтануға сақадай сайдырды. Мабуфаң қазақтарды одан әрі тізгіндеп ұстау үшін көштің қомақты бөлігін өзі белгілеген аймақтарға доғарып, Сайдамның батыс бөлігінде жарым аудандық билік жүйесіндегі үйрықын қазақтарды басқару мекемесін құрып, оған Мачянлу деген дүнгенді бастық етіп тағайындады. Ол Тайжынұр, Хыголу, Зұңжа, Балың өңіріндегі қазақтарға билік жүргізді. Сайдамның шығыс бөлігінде Сака қазақтарды басқару мекемесін құрып, оған Маджунсяу деген дүнгенді жауаптандырды. Әр екі өңірдегі қазақтар өз жерінде ғана мал бағып, өзі бағынышты орындарға ғана алман салық тапсыратын болды. Бірінші қол билікті ұстаған дүнген атқа мінерлері Күркебай секілділерді орынбасарлық қалды. Әрі алман салық жинауға қазақтардың өзін жұмсап отырды. Жарым аудан есебіндегі осы екі басқару мекемесінен жинап алынған 1100 сайгүлікке разы болмаған атқа мінерлер алман салық үшін деп елдің қолындағы бар ілікке жарайтын нәрселерінің бәріне көз сатып, оларды қаңғақсататын болды. Шыңшсайдың апанынан қашып келіп, Мабуфаңның қақпанына түскен қазақтар бір мезет еш жия алмай есеңгіреп қалды. Дала тағыларының әдетімен бастабында бірін-бірі жатырқай, жаулықпен үрпейіскен көршілес моңғол таңғыттармен де тіл табысып, бір-біріне жанашырлық білдіре бастап еді, онысы да ұзаққа бармады. Қол астындағы ұлттар мен ұлыстардың бір ауыздылығынан өлердей қорқатын баянсыз биліктің басындағылар қара бастарының қамы үшін халықты ойыншық қылғысы келді. Мабуфаң қазақ жағына келіп, бұл араның негізгі иесі кәпірлер емес, мұсылмандар. Сондықтан олардың алдарында мүсәпірсіп, мүләйімсімеңдер. Кәпірлердің алдында мүләйімсіп тұрсаңдар, Алла сендерді жек көреді. Бәріміз бір Алланың құлымыз, бір ғана Мұхаммед пайғамбардың үмметіміз. Біз Аллаға ғана бас иеміз. Мынау байтақ мұсылман даласының жемісі сендерге ғана тән, деді. Ал моңғолдар мен таңғыттарға барып, осы жерде ата-бабаларының басы жатыр.
кіндік кесіп, кір жуған атамекендеріңде отырып, кімнен қорқасыңдар? Қазақтар қанша мықтымыз деп шіренгенімен бәрібір қашып келген босқын еді. Ал біз бәріміз бір бұлақтың суын ішіп, бір таудың бауырында, төсекте басымыз, төскейде малымыз бірге болған етене бауырларымыз. Өз жерлеріңді, өрістеріңді қорғауға өздерің жауапты болыңдар. Біз бәріне араласа бермейміз. Ал мүдделеріңді қорғау негізінде олардың малын қусаңдар, адамын таяққа жықсаңдар, сендердің жақтарыңда болатынымыз естеріңде болсын, дегенді құлақтарына құйды. Сөйтіп, күндіз күлкі, түнде ұйқыдан айырылып, бірін-бірі аңдитын қанды барымта басталды. Бұл аз болғандай, сонау артта қалған алыс аймақтардан, Алтай мен Баркөлден сұмдық хабарлар келе бастады. Шыңғыстай өткен жылы Алтайдан Төлеуғазы, Шабдан, Сәлім, Қамбар, Найманғазы деген ерлерді ұстаған екен. Қамбар мен Шабданның арғы беттің Қаратайы Әбдікәрім болыстың ұлдары емес пе? Шыңзалым алтынның сынығы мен асылдың қиықтарында құртып жатыр екен десеңші. Ол былтырғы ұсталғандары ғой. Биылда арт-артынан ұстап жатыр дейді. Мәңкейден жігіт өтуші еді. Баяғыда Алтай аймақтық уәли мекемесінің бас хатшысы болып тұрған кезінде Баркөлге келіп Таспикенің асын шып-шырғасын шығармай басқарып берді емес пе? Алтай аймағының тутыны Шәріпқан Шыңғыстайдың пәрменін жеткізесің деп арнайы жіберсе де, сабазың сыр білдірмеді ғой. Арғатасы Көкен Алтайдағы қасиетті төрт орынның бірі еді. Шыңғыстай олардың да түбіне жеткен екен ғой. Жалғыз ғана Мәмидің Мәңкей емес, Қалел Бітімішұлы бастатқан талай адамды ұстаған көрінеді. Шыңғыстайдың жақында ғана Моңғол, Қазақ, Қырғыз құрылтайын ашамыз деген желеумен Шыңжаңның жер-жерінен үш ұлттың сорпа бетіне шығарыларын 300-ге жақын адамды шақырып алыпты. Қазірше бірде-біреуі қайтпаған көрінеді. Шыңзылым Тихуаға барғандарды қашан қайтарушы еді? Баркөлден ұстап кеткен 18 адамнан да ешкім қайтқан жоқ. Бәрінің түбіне жетті. Құрылтайға шақырылғандардың ішінде Шәріпқан, Әлен, Бұхат, Мұқаш бар дейді. Баяғыда елісқан Шәріпқанға: Шыңғыстай жауызға сенбеңдер, қазір алақандай мәнсәппен шырғаға тартып отырғанымен, ертең қолдарыңдағы қаруыңды алып, бағындырып алған соң өздеріңе ауыз салады, тұқымыңды тұздай құртады деп еді. Айтқаны дәл келген екен ғой. Пәленің бәрін елісқанға жауып, бастарың ауырып, балтырларың сыздаса соны сөгуші едіңдер. Құмалақтарың құйрықтарыңа батқан соң тәубеге келе қалыпсыңдар ғой. Көшпей қалған болсаңдар, Шыңғыстай ендігі талайыңның ақ түбіңе жететін еді. Талайыңның басың оның қанжығасында кетіреді. Шіркін, елісқан соның бәрін күні бұрын білген екен ғой. Қайран елі үшін жаралған сол ердің қадірін білмедік-ау. Оның рас, білмедік. Білгіміз де келмеді. Қолдағы алтынымызды аялай алмадық. Мұнда келгеннен кейінде басымызды біріктірмекші болып көп жүгірген еді. Балапан басына тұрымтай тұсына дегендей жан-жаққа тартып бағынбадық қой. Өзіміз де оңбаймыз. Соның алғашқы сыбағасын татып, Мабуфанға мазақ бола бастаған бейшара халымыз мынау. Біз таудың бергі бетін көрсек, ол арғы бетінде көре алатын соңғыла жаралған жан ғой. Оның айтқанының келмегені бар ма? Алла берген бір қасиеті бар шығар. Мынау алмағайып заманда бағы жанбай жүргені болмаса, ана менменсіген боқмұрын Шыңғыстай мен мына жаман дүнгеннен 10 есе артық. Қазақтың көсемі етіп ел басқарса бәлем, шып-шырғасын шығармас еді. Осыны айтқан қазақтар енді еш жиямыз ба дегенде, әуелі астындағы атын, онан соң қолындағы құралын алған Мабуфаң тағы да бір сұмдық ойлап тауып, олардың балаларына ауыз салды. Қазақтың 8 жастан жоғарғы ер баласын оқыту деген атпен Шининге жинады. Мажунго деген жасақ бастығы 30 шерігін ертіп алып, үйді тіміс келеді. 3 түтінге бір бала міндет. Қайдан тапсаңдар, одан табыңдар. Балалардың кішкентайлары оқиды, ересектері әскери өнер үйренеді. Бұл біз үшін емес, өздерің үшін керек, деп жар салды. Кейбір бала бергісі келмеген бай ауылдар кедейлердің баласын малға айырбастап алып, өз баласының орнына жіберіп жатты. Бір жолы Қамет деген жігіттің 7 жастағы баласын сүйрейлей жөнелді. Әйелі бала көтер алмай жүріп, мойнына бұршақ салып отырып, Алладан тілеп алған жалғыз ұл еді.
Баламыз 7-де ғана, тым құрыса 8-ге толған жоқ. Үкіметтің жарлығы солай. 7-сіне, 8-іне екеуінің ара-парқы небәрі бір ғана жас. Биыл 7-де болса, келесі жылы 8-ге шығады. Оқытамыз деп алып кеткен алдыңғы балаларды жырғатып жатқандарың белгілі. Қабырғасы қайыспаған ши көкпелерді жұмысқа салып отырсыңдар. Сендерге қалай сенеміз? Сену сенбеу өз еркіңде. Біз аламыз дедік пе? Аламыз. Баламды алғанша мен алыңдар. Сен алатын күнде қашпайды. Баламды тастап кетіңдер. Шеріктердің тізгініне оралған Қаметті әскер басы қамшымен тартып жіберді. Құлақ шекесінен қан бұрқ ете түсті. Сонда да әскер басының тізгінінен айырылмай сілкілеп жүр. Баланың шешесі зар илеп қарғана бастады. Жалғызымды менен айырғанда не марқадам табасыңдар? Құлынымды айырмаңдар менен, одан да мені өлтіріңдер, жауыздар. Жүрген жеріңе жауап өтпегір сұмдар, өлтіріңдер мені. Күйеуімен баласына араша түспекші болып шырылдай жүгірген әйелді әлде бір шерік атымен омыраулата соғып ұшырып түсірді. Қаметті ортаға алған екі шерік оны қамшының астын алды. Басын қорғалай боғынған жігіт кенет жолбарысша атылып, ат үстіндегі бір шерікті жұлып алды. Астына басып алқымын езіп жіберді. Енді бүкіл жасақ бұған үймеледі. Сыртынан келген біреу мылтықтың дүмімен ұрып екпетінен түсірді. Тигені Қаметті, тимегені қара жерді төпештеп жатыр. Әке, әке деп 7 жасар ұлы шыр-шыр етеді. Әкесі мен шешесін қып-қызыл қанға бөктірген шеріктер баланы өңгеріп алып кете барды. Әке, әке, шеше, бала сілесі қатқанша зар илеп бара жатты. Ауыл сыртындағы малдың қайырмақтаған Елісқан ақбас інгенің басын жерге салмай, көзі жасаурап, арлы-бері сенделіп жүргеніне қайран қалды. Баяғыда ботасы Дөңбастауда оққа ұшқаннан бері боталамаған еді. Көптен бері сәп салмаған ба, отырған баладай тіп-тік тұратын өркөштері жапырайып, жабағылары жалп-жалп етеді. Биік төбеге шығып алып, бетін терістікке беріп, боздап қояды. Сосын басын сілкілеп, бота бүргенді түйгіштейді. Елісқан оның аурудан ада екенін тез аңғарды. Жер аңсап жүр екен ғой, қайран жануар-ай. Сен де қартайып өлер шағыңа таяған екенсің ау. Енді мынау жат мекенде қаланба деп, ішкі қамырғыңды қалай шығарарыңды білмей, өзегің өртеніп жатыр екен ау. Қайтейін жануарым, деп көңілі босады. Оның дөңбасына шығып алып, сай сүйекті сырқыратып боздаған зарлы үні қай-қайдағыны есіне түсіріп, көз алдына анасын әкелді. Соңғы рет ауылдан аттанып бара жатқанда жанына шақырып алып, маңдайынан иіскеп, «Қарағым, қайда жүрсең де жолың болсын», деп көзі жасаураған күйі қала беріп еді. Сол анасының қанға шыланған денесін өз қолымен көмсе де өлгеніне сенгісі келмейді. Жотаның үстінде ақшылаушы желбіреп, «Ботам, ботам» деп боздап тұрған сияқты. Шіркін, ана көңіл теңізден терең, таудан асқақ, аспаннан биік ананың мейіріміне не жетсін. «Ботам, ботам», бозінгеннің үні сол анасын еске салады. Мекенін, алыста қалған ботасын сағынған жануардың тостағандай көздеріне толған шаралы жас төгілуге айналып мөлт-мөлт етеді. Осы кезде Елісқан өз ауылына келіп түсіп жатқан бірнеше адамды көрді. Бордай үгітілген көңілін серкітпекке атына қатты-қатты қамшы басып желе жөнелді. Ауылға келгендер 2 ер, 1 әйел, 3 адам екен. Аман сәлемнен кейін Қамет сөзді бірден бастады. «Мұсылман деп дүнгенге паналап едік. Мұсылманыңыз кәпірден қиын болды. Шыңғыстай қанша жауыз болса да баламызға тиіспеп еді. Дүнгендердің қорлығы әбден өтті. Астымыздағы атымызды алды, қолымыздағы құралымызды алды, бауырымыздағы баламызды алды, аянатын ештемеміз қалған жоқ». Бағанадан бері көз жасын жаулығының ұшымен сүртіп үнсіз егіліп отырған жүдеу жүзді жас әйел дауыс салып жылай бастады. «Құлыным-ай, енді қайттым. Жалғызым еді. Баламнан тірі айырылғанша өлгенім артық еді. Енді қайттым. Құдай-ау, Құдай, бір көмегін жасап дүнгендерден баламызды алып беріңізші. Тым құрыса 8-ге де толған жоқ қой». Әйелдің көзінен бұршақтаған тамшылар тотыға күреңіткен бет терлерін ағыздай омырауына тырс-тырс тамады.
жаулығының астынан бобырай шыққан шаштарын етсіз тарамыстанған саусақтарымен артына қайырып, күстене жарылған жұдырығының сыртымен домыққан көз жиегін дамылсыз сүрткіштейді. Жанарының жасы сонда да тыйылар емес. Құлыным-ау, қайран құлыным-ай. Қаметтің қасындағы інісі Қаудан көздерінен от шашырап Елісқанның мұңлы жүдеу кескініне қадала қарады. Аға, аянатын ештемеміз қалған жоқ. Алдымызда жалғыз ғана жол тұр. Ол не өлу, не өлтіру. Ел иесі деп алдыңыздан өтейік деп келіп отырмыз. Зар мен налаға қабырғасы қайсыса да Елішқан еш сыр білдірмегенсіп сабырмен сөйлеп. Әлінен асып барады екен. Бізді сұраушысы жоқ, сүйеушісі жоқ дейме? Анау қазақтарды басқарады деген мекемелері не бітіріп отыр екен? Сөйлесейік, сабыр сақтаңыздар, бір жөні болар. Бір жөні болады дейсіз. Сол жөнін күтіп отырғанда балам өліп қалса қайтемін? Құлыным-ай, алақанға салып отырған ақ үрпік балапаным-ай, не күйде екенсің? Әйел тағы жылады. Қамет зекіп тастады. Жетер, жетер! Зарлай бермей сөзді тыңдасаңшы. Әйел сонда да жылауын қоймай, танауын қорсылдата тартып, көз жасын көл қылып отыр. Елісқанның сабырлы жүзі күреңітіп, даусы қатты-қатты шықты. Сөйлескенде басқа мен емес, Мауфаңның өзімен сөйлесемін. Тап қазырақ атқа қонамын. Көшкен елдің бұқасын ерул елдің тайыншасы қорқытады деп отырған шығар. Алдымен алдынан өтейік. Қазір шауып барып, басын кесіп алайық дейтін, ол да оңай жау емес. Аз адамның мүддесі үшін көп адам күйзеліске ұшырамасын деп, тісімізді тісімізге басып әзер отырмыз. Қазірше бәрін Аллаға тапсырып, соңын күтейік. Әйел сонда да жылап отыр. Қарғамай, қандай күйде екен деші. Елісқанның көз алдына сонау жылдардағы қанды қырығын келді. Қасірет қайғы дегеннің өлгендер үшін емес, өлгендердің артындағы тірі қалғандар үшін екенін сонда білген. Күнде томпан қағып алдынан шығатын сүйікті балалары, аяулы інілері қанға шыланып жатыр. Жүрегіңді әлдегім суырып алып, сұп-суық балшыққа илеп жатқан секілді. Езілесің, егілесің, бірақ тағдырдың басқа салғанына көну керек. Өлгендер қайтып келмейді. Дүниенің тозағы, жаныңды жегідей жеп, өртке орап, шоққа күйдіріп өтетіні тірідей айырылу, көз алдындағы көбелегің, ақ үрпік балапаның қырғидың тырнағына ілініп шырылдап бара жатса, сен оған арашашы бола алмасаң, бұдан өткен қорлық бола ма? Түсінен жиі кіретін аяулы інісі Сетерхан аралдың ортасында ағалап жүрген сияқты. Әттең, соларға жоқшы бола алдым ба? Мына бейбақ ананың көз жасын құрғатуға дәрменім жетер ме екен? Көз алды тұманданып, беймаза ашу жанын жай таптырмаған Елісқан жылдам қозғалып, орнынан тұрды. Сырттағы жігіттерге атты дайындаңдар деп әмір етті. Жұрт оның не істемекші болғанын аңғармай әңкі-тәңкі күйде тұрғанда атына мініп, Мажунға қайда, солай бастаңдар деп саңқ етті. Елісқан бұл өңірге көшіп келгелі елдің тентектеріне арнайы жарлық түсіріп, кімде-кімнің көршілес ұрулар мен ұлыстардың малын бұлап талауына, кісісін ұрып соғуына жол берілмейді деген қатаң тәртіп жариялаған болатын. Осы жарлықты біле ме, әлде ел азаматтарының қол көтермейтінін қорқақтыққа жорыды ма? Мажунго бастаған әскерилер елдің басына әңгір таяқ ойнатып, ойына келгенін істеді. Олар Елісқан бастатқан топты көргенде онша именіп кетпеді. Атының кеудесімен Елісқанды соқтыра келіп тоқтаған Мажунго: Елісқан мырза, жайшылық ба? Мына қарақшыларың үкіметке тапсыратын мал мен баланы дұрыс тапсырмай, әбден шаршатып бітірді деп айғылақтанды. Өз еркімен белгіленген аттарды жинап жүрсіңдер ме? Әлде берсе қолынан, бермесі жолынан деп атына қоса баласын жинап, бермегенін тартып алып жүрсіңдер ме? Мен бұйрықты атқарушы ғанамын. Бұйрық солай екен деп халықты сонша қанға сатқаның қалай? Бұйрық берген адамың кім? Ол бұйрығын Құдайдың бұйрығы емес шығар. Ма төрағаның бұйрығы. Мабуфаң төраға бізге әскер үшін ат, бала жина деген. Тартып ал демеген шығар. Тартып аламын ба, қолынан аламын ба, ол менің жұмысым. Елісқан мырза, албатты іске араласпағаныңыз жөн болар еді. Сені сол Мабуфаңмен бет көрістіріп отырып сөйлессе қайтеді? Кімнің кім екені, кімнің не айтқаны сонда белгілі болады.
Мен сенің бұйрығың бойынша жүреді деп ойлайсың ба? Тұр былай, жолымды бөгеме. Мен сенің жолыңды бөгеген жоқпын. Сен менің қалқымды қанжылатып ойыңа келгенін істеп жүрсің. Тарт тіліңді, қашқын қазақ, қазір-ақ атып тастаймын. Елісқанның өңі күп-күрең болып, құлақ шекесіне дейін қызарып кетті. Көздеріне қан толды. Салбырата ұстаған қамшысы оқ жыландай көтеріліп, Мажунгоның жонына сарт-сұрт ете түсті. Сол-ақ екен, анау ыңыранған күйі атының бауырына аунап түсті. Оның жанындағы қорғаушы шерігі мылтығын оқтай беріп еді, ол да бастығының күйін кешті. Елісқанның дырау қамшысы оны да мұрттай ұшырды. Қолында қаруы жоқ қазақтардан еш сақтанбай алаңсыз тұрған екеуі де көк шымды сүзе құлап, не болғандарын аңғарғанша, Елісқанның жігіттері қолдарын артына қайырып байлап тастады. Бұл күнде Мабуфаңның есігінде әмір жоқ. Синин қаласына ат басын тіреген қазақтардың алды Сака, Улан, Долан төңірегінен ағылып жатса, арты Гансудың Үймин өңірінен шұбап жатыр. Осының алдында ғана қоржын қолаңы тоқ келген Құсайынға Тәйжі, Көкүй мен Омарға Өкірдай, Қалиға Зәңгі, Ілиясқа Шаңия мәнсәбін үлестірген Мабуфаң жаңа қонақтарына да ыстық ықылас танытып, өз жақындарын жамандауға келгенде сүйір тілі сүйреңдеп, бірінен бірі асып түспекке арпалысқан топтың ойынына қаныға бастаған дүнген әміршісі жаңа келгендерді де сол қатардан көргісі келді. О, Елісқан мырза, қош келдіңіз. Сіздің бұйымтайыңызды әлі ұмыта қойған жоқпын. Ұмытқанды қойып, қазір мұсылман қосындарын жасақтап, жанталасып жатқан жағдайымыз бар. Ол Елісқанды дәу де болса тағы да жасақ мәселесімен келген шығарсың деп топшылап, алғашқы сөзін осылай бастай беріп еді, қарсы жағынан басқаша жауап естіді. Мен жасақ топтап бер деп келіп отырған жоқпын. Қайта сол айтып отырған мұсылман жасағыңызды тыйыңыз деп келіп отырмын. Көбік сөздің қошеметімен қоңдана бастаған Мабуфаң Елісқанның салқын жүзіне таңдана қарап қаймыққан раймен: Елісқан мырза, не деп кеттіңіз? Түсінбей қалдым, деп бүгежектеді. Біз сізді мұсылман деп, дініміз ислам, пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уәссәләм деп, қандас қарындасымыз санап келдік. Айтқаныңызға көндік, айдағаныңызға жүрдік. Елдің қанатын қырқып атын алдыңыз. Біз қарсылық көрсеттік пе? Аң аулап күн көріп отырған құралын жинап алдыңыз. Әміріңізге қарсы шықтық па? Енді балаларына ауыз салып жатырсыз. Мұны қалай түсінеміз? Осы да мұсылманшылдық па? Малым жанымның садақасы, жаным арымның садақасы дейміз. Адамның тағдырына қол салу деген, арымызға қол салу деген сөз. Қазақта жуас түйе жүндегі жақсы деген сөз бар. Жуастық танытқан сайын сіздің шеріктер шекемізге қамшы ойнатып, ауылда өз білгенін істеп жүр. Бұған бұйрық беріп отырған сіз бе? Әлде әркім қалағанын істеп жүргені ме? Сізден осылардың жауабын білейік деп келдік. Елісқанның көздері дөңгелектене от шашып тұр. Мабуфаң жанарын тайдырып әкетті. Елісқан мырза, сіз түсінбеген боларсыз. Біз ат жинау арқылы бір жағынан мемлекет армиясына қолдау білдірген болып, екіншіден мұсылмандардың ат әскерлер жасағын күн сайын күшейтіп жатырмыз. Халықтың қолындағы қаруды жинау тыныштық үшін, қолында қаруы бар халық ойына келген істейді. Бірін-бірі атып шабады. Ал бала жинауға келсек, ол халықтың өз қамы үшін ерікті түрде істеліп жатқан игілікті жұмыс. Балалары білім алып, көзі ашылса, еліне жеріне қызмет етсін дегеніміз. Мұсылман халқының перзенті білімді адам болып, елінің кәдесіне жараса, бәріміздің мақтанышымыз болмай ма? Жөн, жаңада айттым. Атпен қаруды айтпаған күннің өзінде тапатал түсте шырылдатып бала жинау не сұмдық? Білім алсын, оқысын дегенді біз де білеміз. Онсыз да қазақ балалары құр жаяу жүрген жоқ. Әр ауылдың өз молда ұстаздары бар. Солар қаланың тамына қарамай-ақ киіз үйлерді мектеп етіп, балаларды сауаттандырып отыр. Шын жаныңыз ашса, сол молдаларға қосып дүнген мұғалім беріңіз, оқулықтар таратыңыз. Тіпті болмаса отырықты жерлерден арнайы мектеп салдырыңыз. Ал қазір сіз жинап жатқан балалар аты оқу болғанымен іс жүзінде ауыр еңбекке салынып аурудан өліп жатыр. Оны қалай түсіндіресіз? Екіншіден, бала жинаймыз деп ауыл-ауылда тінтіп жүрген шеріктеріңіз өңі дүзу қыз-келіншекке қырындап, балаңды бермесең басқа сый бересің бе деп сумаң қағып жүр.
баласын аман сақтап қалмақшы болған елдің бұлғын сусар ішіктері, қасқыр түлкі терілері, алтын күмісі шеріктер жағынан тоналып жатыр. Бұған тыйым болмай ма? Ерісқан мырза, сіздің сөзіңізге қарағанда біраз түсініспеушілік болған сияқты. Мен ешкімге мал қуып адам өлтіріңдер, бұлаңшылық жасаңдар демедім. Егер менің көзімді бояп халықты қанғақсатып жүрген сұмдар болса, оларды әсте кешірмеймін. Ондай сұмдарға өлім ғана лайық. Мабуфаң мырза, шеріктеріңіз ел ішінде бұлап талаумен айналысып, халықты зар елетіп жүрсе, шынымен ақ жазалайсыз ба? Әрине, жазаламақ түгілі екі аяғын көктен келтіріп, көзіне көк шыбын үймелетемін. Оларды қатаң жазалайтыныңыз рас болса, біз сізге біраз сәлемдеме ала келдік. Істің анық-қанығын солардан сұрасаңыз, өз қолдарымен істеген сұмдықтарын бізден де жақсы айтып береді. Мабуфаң Елісқанның сөзін түсінбей аузы аңқиып айналасына алақтай қарады. Осы кезде бірнеше жігіт қолдары артына қайырылып байланған Мажунго мен Зайдар ақынды алып кірді. Екеуі есіктен кіре сүрініп кеткендей жығыла тоңқаңдап, матөр аға, мына қазақтар бізді, деп жыламсырай тіл қатты. Тоқтат, малғұндар. Мабуфаңның кімге кәрленгені белгісіз өні қатқал шықты. Қанаты қалың қабағын қатулана түйіп, даусы аш шықты. Мен сендерге ат пен баланы әр шаңырақтың үлесіне қарай ерікті жинаңдар демеп педім. Халықтың арасына кіріп қарақшылықпен айналысып жүрсеңдер, дәл қазір-ақ атып тастаймын. Мабуфаң бұл сөздерді бар айбармен айғайлап айтқандай көрінгенімен десінен айырылып, іштей мүжіліп барады. Қолқа жүрегі шоққа шыжғырылғандай қыжғы жетеді. Баяғыда осы Ерісқан келгенде қылышынан қан тамған шыңш сайға бас имей, ауыздықсыз кеткен бұл жабайы маған көне қояды дейсің бе? Алдымен атын, онан соң қаруын алайын, оған болмаса балаларын жинап алып, барымта ретінде ұстайын, сонда қайда барады екен, деп ойлап еді. Міне Ерісқан енді соның бәрін әлдеқашан сезіп, қақпанды басқысы келмей отыр. Басқанды қойып, өзіне сес айбар шегіп тұрған жоқ па? Мұның алдында төменшіктей берсе есіріп кетеді екен, мен де бір айбаттанып сеспен қорқытайын, деген ойға келген Мабуфаң да ширай қалды. Ерісқан мырза, аш жалаңаш келген халқыңа мемлекет қазынасынан қаншама ақша бөлгіздім. Атасында көрмегенді жақсылықты ботасында көрді. Сол жақсылықты білгеннің орнына құралдарын толық тапсырмай, жасырып алып қалған мылтықтарын шошаңдатып, әр жерде сойқан шығарып жүр. Көрші моңғолмен таңғыттарда үстілдеріңнен арыз айтып күнде келеді. Мұсылманбыз ғой деп оларды зорға басып отырмын. Балаларыңды оқытып берейін деп жақсылық істесек, оны білмейсіңдер. Сендер сірә қандай адамсыңдар? Мемлекет армиясына қол жұмсап, оны байлап, матаудың қандай қылмыс екенін білетін боларсыз. Ерісқан басылған жоқ. Шоқтай жайнаған жанарынан аласұрған ашудың оты көрініп, жүзі күреңітіп кетті. Бүгін жақсылық істедім деп, ертең қарымшысын сұрасаңыз, қарызға берген жақсылықтың керегі жоқ. Сіз тамақ бермегенде қазақ қырылып қалар ма еді? Халықтарды бір-біріне қарсы қойып, қазақ пен моңғол таңғытты жауластыру немесе мемлекет армиясына деп ат жинап, мұсылман жасағын топтап жатырмын деуіңіз, мемлекет армиясын басқаратын адамның іс қимылы емес. Біз сізден де жоғарғы ұлықтарға шағым айтсақ, осы сөздеріңіз үшін ақ жауапқа тартылатын боласыз. Мемлекет армиясы халыққа ойына келгенін істей берсін дейтін заң болса, онда біз де ойымызға келген істейік. Мемлекет адамдары бізді сұрамайтын болса, бізге ие бола алмайтын болса, өз жоғымызды өзіміз жоқтайық. Мұны қабыл аламын десеңіз, халықтың тілегі де бұғыңыз. Халықтың сөзін тыңдағыңыз келмесе, онда досыңыз кеміп, дұшпаныңыз көбейеді. Бізді қай жаққа қою сіздің қолыңызда. Ал қолыңыздан шығарып, уысыңыздан төгіп алсаңыз, ол да өз есебіңіз. Мабуфаң Ерісқаннан мұндай жауап күтпеп еді. Қап, қойныма шұбар жылан кіргізіп алған екенмін ғой. Мұны мен бұлайша салғыласа берудің реті жоқ, деп іштей майырылса да, оны аса білдіріп кеткісі келмей. Мәселе, деді ол Ерісқанға тура қарап. Біреуді біреуге шағуды емес, істің ақ-қаралығында. Сол үшін де мен бұл істі тектеусіз қалдырмаймын. Егер мына малғұндардан қателік кеткен болса, басын қазырақ шауып тастаймын. Істің анық-қанығы анықталғанша күтуіңіз керек.
Іс анықталғанша халықтың қолынан ине жіп алуға да рұқсат етпеймін. Істің ақ-қарасын айырып, бұларды жазаламау өз еркіндегі жұмыс. Бізге таланған мал мен шырылдап кеткен балалардың қайтқаны керек. Осы кезде сөзге Мабуфаңның көмекшілерінің бірі араласты. Елісқан мырза, ашу ызамен іс бітпейді ғой. Матөраға жаңа ғана бәрін шешеміз деп айтты. Ел басқарып жүрген азаматтар ала тайдай бөлініп жатсаңыздар, халықтың берекесі қашады. Сол үшін де татуласқандарыңыз дұрыс, деді. Елісқан, Мабуфаң мырза, бұлай болғанда алдыңызға тағы келетін сияқтымыз ғой. Көбістің сұрауы мен жауабын сонда айтарсыз, дегенді айтып орнынан тұрды. Әрине, дей салған Мабуфаң қанша күлімсіремекші болса да, өңі қара сұрлығынан өзгерген жоқ. Жақ еттері бүлкілдеп, құлынның жалындай қайырыла біткен қайратты сақалы дірілдеп кетті. Тапатал түсте өзінің ел ішіне жіберген шерік бастығын байлап әкеліп, жонын жолбарыстай күдірейтіп дөңайбат танытқан Елісқанға тісін қайрап отырған дүнген әміршісі есіктен сәлем бере кірген Қасымды көргенде қатты қуанды. Орнынан ұшып тұрып, алдынан қалбақ қағып жүгірді. Оның арғымақтай кесек тұлғасына тінте көз тастап, батырлық даңқыңызды сыртыңыздан естіп, жүзіңізді бір көрсем-ау деп жүруші едім. Түр тұлғаңыздан атыңызға затыңыз сай, ерекеніңіз бірден көрініп тұр, деп жорта мүлайымсып сөзін жалғастыра берді. Бірақ көңіліңізге келмесін, сізді мынандай жұпыны күйде көремін деп ойламаған едім. Мүмкін қарапайымдылығыңыз шығар, мүмкін еліңіз кедей болып, ерінің қадір қасиетін білмей жүрмекен, деп отыратын орынды нұсқады. Елісқанның өзіне көрсеткен оспадар қылығынан қайтерін білмей қатты тыпыршыған Мабуфаңға Мажунгоның қасындағы Зайдырақын жағатси сыбырлап: Матөраға, Елісқан мықтымын деп жүргенімен қазақтардың бір ауыздылығы жоқ. Немере ағасы Адубай оны өлердей жек көреді. Кәбибай деген бай қазақ бар, олар да Елісқанның жауы. Бізге көмектесіп елден ат жинасқан Тәшербай дегенмен Кәбибайдың баласы Тоқай деген жігіт бар. Жағымпазлық көрсетуге келгенде Елісқанды бұлай қойып, қойнындағы қатынын беруден тайынбайтын жандар. Одан қалса Қасым Батыр деген бір дөкей бар. Ол Елісқанды жақтап жүрген Базарқұл Зайып дегеннің ауылында болатын. Жақында одан бөлініп кетіпті деп естідім. Қазір қайда барарын білмей, басы қатып жүргенінде күмән жоқ. Сіз осылардың біреуін қолыңызға қондырсаңыз болды, тасыңыз өрге домалайды. Ойыңызға алған мақсатыңызды оңай орындай аласыз, деген болатын. Зайдырақының сөзінен кейін Мабуфаң оның өз арқылы Тәшербайдың құлағына сыбырлатып Кәбибайды шақыртқан еді. Малы қанша көп болса да, билік бұйырмай өзгелерден одағайлау жүретін Кәбибай жұрттың бәрін мәнсаппен жарылқап жатқан үлкен ұлықтың шақыртуын естігенде бір сәтке де аял қыла алмады. Жүйрік атының бірін үкілей жетектеп, артынып-тартынып қарағұстай қалбан қағып жетіп келді. Осының алдында ғана Елісқанның Мажунгоны байлап апарып, ұлықтың шамына тигендігін Тәшербайдан естіген ол, есіктен кірер-кірместен ентіге сөйледі. Айналайын Мабауырым, азып тозған мұсылман баласын алдыңа келіп, елді айрандай үйітіп отырғаныңа мыңда бір алғыс. Осы берекелі күнді көпсінеме, Елісқан сияқты аз ғана топ мазаңызды алған көрінеді. Алтыбақан алауыз Таспике кімнен мықтымын деп ойлайды? Мықты болса әліпті жауға бермес еді ғой. Елісқан мықты болса өзге түгілі өз ағасы Адубайды ағалап алсын. Ел тыныштығын бүлдіру деген не сұмдық? Елісқанның басы қанша тұрады екен? 100 жылқы ма, 200 жылқы ма? Керек болса оны мен ақ берейін. Тентекті тимасаңыз ел бүлінгенін қоймайды. Баркөлден үрке көшкенде аспаннан ұшақ, жерден ат әскер қуып, Кәбибайдың көп жылқысын жау басып қалған еді. Елісқан елді бүлдірмесе, байлығын бұлайша шайқалмас еді ғой, деп кімге соқтығарын білмей жүргенде, тағы да Елісқанның әңгімесі алдынан көлденең шығып, ескі жарасы қайта тырналды. Дертін қозғап, делебесін қоздырған болыстың бір жағында бүгулі жатқан өз есебі де жоқ емес. Бір қызығы, өстіп арқырап келген қазақтар сөзінің соңына келгенде әуелгі арынынан мүлдемге қайтып жуаси сөйлейді. Кәбибай да сөзінің соңында:
Тоқай деген баламның Зайдырақын Тәшербайларға көмектесіп, шеріктеріңізге қолғабыс жасап жүргенін білетін боларсыз. Түйеге мінген Құдайға бір табан жақын дегендей, Қазіреті Ғалидан кейінгі мұсылман баласынан шыққан атақты батырсыз, әрі үлкен мәнсәптің құлағын ұстап отырған ұлықсыз. Балама көз қырыңызды сала жүріңіз, басқаға жарамаса да барып кел, шауып келге жүріп тұр. Ал Елісқанның әптігін басалатын жалғыз ғана адам бар, ол Қасым Батыр. Жақында ғана Меркіттің бір жесіріне Базарқұлдар таласып, соның егерімен Зайыптан бөлініп кеткен. Мен ебін тауып сол Қасымды алдыңызға жіберейін дегендерді айтып, аттанатын ыңғай танытқан. Мабуфаң болса, оның Елісқанға жау боларлық қауқары жоқ, қара басының қамын күйттеген Қараубайдың бір екенін бірден аңғарды. Әрі баласы Тоқайға мәнсәп сұрап отырғанын да тез түсінді. Жаста болса қазақтың талай кәрісінің сөзіне қанық бола бастаған Мабуфаң өз басын аулақтап отырған Кәбибайды тұзаққа қайта тартты. Егер Қасым менің қолыма келіп қызмет атқаратын болса, Тоқай, Тәшербайлар оған көмекші болып, ел ісін басқарар еді. Өзін қанша әккі санағанмен аңғалдығы басым қазақ байы бұл жауапқа өлердей қуанды. Рахмет қарғам, Алла разы болсын, Қасым алдыңызға сөзсіз келеді. Құмалағыңызды төрттен қойып, оны сізге құлай жығылатында етпесем, кәбиятым өшсін. Міне, сол күткен Қасымы ақыры келді. Елісқанға қарсы жүрер дойбының тасыретін таңдаған Қасымның қазіргі жүдеу қалінен де толық хабардар еді. Сол ішінде оның тамырын дәп басып, бұлтаққа жібермей тұтқиылдан шабуылдап отыр. Қасым өзін қанша сабырлы ұстағысы келсе де, сырласа келе бәрін жайып салды. Қазақта жалғыздың үні шықпайды, жаяудың шаңы шықпайды деген сөз бар. Менің бар мінім жалғыздығым. Баркөлді жәдіктерімен наймандар бірігіп Абайға ұстап берді. Базарқұл Зайып пен Таспике Елісқан көппіз деп жәнтекейлігіне семіреді. Бізге өзіңіз секілді мұсылман патшасы ие болмаса, қалғанына сену қиын болып барады. Елден шет қонып, қиыр жайлап, алпы сүйілі аш арықты аңның етімен бағып отырмын, деп тоқтады. Мабуфаң бұл сөздерді естігенде жерден жеті қоян тапқандай желпініп, мұсылманның парызы жоқ-жітік кем-кетіктерге көмектесу. Сендерден аяған дүниемді ит жесін. Өзің бір ішіне кір сақтамайтын адал адам екенсің. Мағанда сен секілді адал жандар керек. Қытайшаны білетін жалғыз Елісқан ба десем, сенде суша сапырады екенсің ғой. Сен бізге сенсең, біз саған сенеміз. Өз үйіңдей кіріп шығып жүр. Кейде осында келетін қазақтарға аудармашы таба алмай сарттарға жалынамыз. Сен орда төңірегінде болсаң, оның да қиындығы болмас еді. Алпы сүйілі адамдарының тізімін қалдырып кет. Қазынадан арнайы қаражат бөліп, ішпек жемек керек жарақтың бәрін беремін. Ертең ақ артыңнан жетіп барады. Алдияр тақсыр алыстан ат арытып, тон тоздырып қолтығыңызға тығылғанда көлдей көңіліңізді білдіріп жатырсыз. Алла разы болсын. Жетім бала кекшіл демекші. Біз сырттың бір ауыз қатты сөзін кек көрсек, бір ауыз жылы сөзін өмір бақи ұмытпайтын жандармыз. Мұны қазақ аштықта татқан құйқаның дәмі кетпейді деп атайды. Біз қысылып, қиналып жүргенде сіз қол ұшын берсеңіз, біз де сізді жерге қарап та қоймаспыз, деді Қасым. Диухан мен Баркөлден пана таппай ондағының бәрімен қырқысып, мұнда келгенде қырғиғабақ ағайынның ала көздігіне ұшырап, аш жүргенше маған жаутаңдаған қарашаларым үшін осыным да жөндеп ойлады. Мабуфаң атқан сақасының нысанаға дәл тигеніне марсиып, аярлана жымиды. Жарайсың жігітім, батырлығыңа ақылы сай нағыз еркек екенсің. Сенімді ақтап, серік болуға жарап жатсаң, осы өңірдің бүкіл қазағын бір өзіңе ғана басқартамын, деді. Бұл жолы да Мабуфаң сөзінде тұрды. Ертеңінде Қасымның ауылын қалың кездеме, шай, ұн, күріш дегендеріңіз басып қалды. Қасым бұған қатты қуанса да, өзінің өзгеге борыштар болып қалуын қаламайтын мінезімен несібесін тағы да түзден іздеді. Осы елдің Қашқарбел аталатын бір дарасында аю бар екенін біліп, соның соңынан түсті. Қасына бірнеше мықты жігіт ертіп, аюдың көмген жемтігін аңдып, ақыры тірідей ұстап алды. Айтарға оңай болғанымен, алып хайуан оңайлыққа бой бере қойсын ба? Сол қолына тұтастай қыларқан ораған Қасым жемтікті жеп жатқан аюға бетпе-бет келеді.
Дала тағысы өзінен қаймықпай қарсы келген адамға айбар шегіп тап береді. Оның алдыңғы екі аяғымен арандай ашқан аузына қыларқан ораған қолын жұмсап қапсыра құшақтап алыса кетті. Тырнағын денесіне тартпай ту сыртынан құшақтап жерге алып ұрды. Арқан дайындап тұрған жігіттердің бірі шалмалап бір аузына ағаш кергішті көлтенеңдей тығып жабыла жағаласты. Шай қайнатым уақытқа жеткізбей байлап алады. Байланған аюды кескектеп жетелесе жетекші болады екен. Табатал түсте Шейнин қаласына алып келеді. Өмірі мұндайды көрмеген дүнгендердің бәрі көшеге қарай дүрлігіп, қазақтардың мына тамашасына қайран қалып таңдай қағысты. Барлық төре қаралар Мабуфанға әр түрлі сый-сияпат көрсетіп, ала шапқын болып жүргенде Қасымның сыйлығы бәрін басып түсті. Бұл Мабуфанның үшінде, Қасым үшінде үлкен абырой болып, жұрт әңгімені аңызға айналдырып жіберді. Мабуфанның ордасына сыйлық ұсына келген көп қазақтың бірі Құсайын еді. Алғашқы жолдың өзінде қоржыны тоқ келіп, тәжілік шен алып қайтқан болатын. Ұлықтардың тілін табуда алдыма жан түспейді деп білетін ол, өз үйіндегідей еркін кіріп шығып, қазақтарға аудармашылық істеп жүрген Қасымды көргенде тыжырына қалды. Десе де, оның сәлемін жылы қабылдаған сыңай танытып, маған аудармашының қажеті жоқ, қытайшалап шүлдірлеу менің де қолымнан келеді, дегенді тіркістене айтты. Қасым шығып кеткен соң Мабуфанның құлағына қолын көлегейлей жақындатып, байқаңыз, бұл өте қауіпті адам. Дихуада Шыңғысайдың бір топ шерігін қырып салып, Баркөлде Абайға оқ атқан, түрмеден қашып шыққан, деп сыбырлады. Шын мәнінде, ана жолы Қасымды Құдабайдың қолынан ұстап алып, Абайға тапсырып бергеннен кейін, Қасым қашыпты дегенде, мұның да ұйқысы бұзыла бастаған еді. Батыр аңғал демекші бір күні, болмаса бір күні алдымнан шыға келіп жайратып салмасын, дейтін ішкі қорқынышы да жоқ емес болатын. Енді сол Қасымы мұнда тайраңдап жүр. Мабуфан оған сенім артып, ертең-ақ қолына қару беріп, әскер бастатып қойса соңы қалай болады. Кеше өзі Абайды арқа тірек етіп, мұны ұстауға еңбек көрсетіп еді. Кезек екі тәңір бір деп, енді бұл неме атқа қона қалса, сол қысасын қайтармайды деуге қалай болады. Осыларды ойлаған Құсайын бір жағы Қасымды шағып, бір жағы Мабуфаннан сөз тартып, әлгі сөзді әдей айтқан еді. Мұндайды есті қазақтарға әптен сыралғы болған Мабуфан мұртынан күлді. Ішінде күшіктеп жатқан көп ойдың бірде бірін суыртпақтағысы келмей жымиған күйі. Білемін, мен Шыңғысаймен Абайға ұқсамаймын. Мені жағалап жүргені сол үшін шығар, тентектің де керек кездер болады, деді. Құсайын сөз төркінін толық аңғара алмаса да, онымен бірге ыржиып, менікі әншейін сізге ескерткен ғой, қол аяңызға жағып, қолғанаттылыққа жарап жатса жақсы болар еді. Ол жағын өзіңіз білесіз. Тіпті Қытай тілін білетін аудармашы керек болып жатса, біздің ауылда да бір қаншасы бар. Шыңжаңның билік басына келген Қытай әпенділеріне де талай көмегіміз тиген. Оның қасында өзіміздің мұсылман бауырымыз емессің бе? Сол есіңізде болсын деп айтқаным ғой, деп сөз аяғын жыл жауып қойды. Қай дәуірде болмасын Қытай ұлықтарының тілін тауып келген Төлебай, Әлкенбай аталатын бұл ауылдың жігіттерінің қытайша білетіні де рас еді. Мабуфан Қасымды жақсы көріп отырса, мені жек көріп қалмасын деген ниетпен әңгімені аудармашы үшін ғана айтқан қып, мүлдемге жадағайлатып жіберді.